Аралас мектептерге жол жоқ, біз ол жол бермейміз. Жалпы әрекетсіз аралас мектептің бәріне. Ал Қазақстанда тұратын диаспора өкілдері, олар міндетсінбесін, біз қазақ емеспіз деп. Олар бізге міндет қылмасын. Қазақстан көпұлтты мемлекет емес, Қазақстан моноұлтты мемлекет. 70%-нан астамы қазақ ұлты, қалғандары диаспора өкілдері. Оларға өзге өкілдері деп сөйлемейміз. Диаспора деп айту керек. Диаспора. Дұрыс қой, диаспора. Олардың өздерінің отаны бар. Олар көшіп келген мына жерге бір 50 жылдың, 100 жылдың ар жақ бер жағында мысалы. Диаспора өкілдері өздерінің тағдырын, өмірін Қазақстанмен, қазақ елімен, қазақ ұлтымен байланыстырса, балалары қазақ мектебіне берсін. Біз олардың баласын қазақ мектебіне бермес деп айтып бөлініп жатқан жоқпыз. Неге? Қазақ, ұйғыр, орыстың баласы бір сыныпта неге отырмасқа, неге бір айранда үйісіп отырмасқа? Дұрыс па? Бұлар бір нәрсе болса, ойбай диаспора ұлт өкілдері, ойбай өзге ұлт өкілдері дейді да, қазақ мүддесі дегенде үндемейді. Қазақ мүддесі қандай болу керек? Балабақша қазақ тілінде болу керек, 100%. Мектептер қазақша болу керек. Аралас мектеп дегенге жол бермеу керек. Аралас мектеп ол қазақ тілінің жауы, қазақ ұлтын жою. Міне, ұлтшылсыңдар дедім ма мысалы. Тіл мәселесін қозғасақ, біз ақ ұлтшыл болайық мысалы. Бұл жерде ешкім еріккенен жүрген жоқ. Ешкім ерігіп, ерігіп, уақытын бөлмейді алтын уақытын мысалы. Кімге керек? Мына Қазақстанда қазақ тілі өзінің мәртебесіне, өзінің заңды тұғырына шығуға қолдан жасалған саясат жүріп жатыр. Аралас мектептерін ашу деген бұл оккупацияның саясаты деп мен. Орыста дұрыс. Оккупация енді оккупант Қазақстанда оккупация жасаған қайсы? Ол Ресей империясы және КСРО ғой. КСРО кезінде Алматыда барлық мектептер жауып, бірақ қана мектеп болған. Қазақ мектептерін жабумен айналысқан. Ал қазір аралас мектептерді ашады. Ол аралас мектеп деген бұл как гибрид сияқты, гибридная война дейді ғой мына. Былай қарасаң қауіпті емес сияқты, орыс десе аштырмайды ғой ешкім. Бірақ ана қазақ тобындағы балалардың тілін құртады. Тілін мектептегі шаралардың бәрі орысша жүреді. Мектептің директоры, мектептің ішкі жиналыстары, қоғамдық шара барлығы орыс тілінде жүреді. 100%-ның кепілдік береді. Өткенде Оралдан бір видео келді. Батыс Қазақстан облысы, қай ауданнан келген есімде жоқ, мектеп директорына сұрақ қойып тұр. Сен неге қазақ тілін білмейсің? Мен қазақша білемін, бірақ дұрыс сөйлей алмаймын дейді. Неге мектептің директорын мемлекеттік меңгермесе де ол жұмысқа алады? Соның бәрін тоқтату керек. Ағайындар, қазақтар, немқұрайлы болмаңыздар. Біз өзіміздің тілімізді қорғамасақ, біз ешкім қорғамайды. Біз айтып жатқан жоқпыз. Барлық жерде қазақ тілінде сөйлейді. Мемлекеттік қызметкер, қоғамдық жерде қызмет көрсету орнында, депутат, министр, әкім, президент болсын, барлығы тек қана мемлекеттік тілде қазақ тілінде сөйлеу керек және қазақ тілінде жауап беру керек. Үйінде ол Африканың тайпасының тілінде сөйлейді ма, моңғолша сөйлейді ма, қытайша сөйлейді ма, ол өздері біледі. Бірақ қазақша сұрақ қойған кезде қазақ тілінде жауап беруге міндетті. Міне, сондықтан аралас мектептерін ашуға мүлдем жол болмайды. Бұл аралас мектептерін ашу жою, не солай қалды. Бұл оккупация. Ресейдің, КСРО-ның бұрынғы оккупациялық саясатын жалғастыру. Бұндай әлемде ешқай жерде жоқ. Өз елінде жүріп, өз тілінде мектеп ашу үшін мынандай проблема мына. Бір жылдан асып бара жатыр мына. Мына әкімдікке келгенімізге 4-ші рет болды мына. Апта сайын келіп жатырмыз. 21-ші ақпанда бастағанбыз, 21-і келдік. 28-і келдік. 7-ші наурызда келдік. 14-ші наурызда келіп тұрмыз мына. Тағы да келеміз, біз шаршамаймыз, бізді қорқытпас ондай. Ана хабарласып, прокуратураға хабарласып, біз өйткені әр қазақ өзіне сұрақ қою керек. Біз тәуелсіздікті не үшін алдық, кімнен алдық, және қалай алдық мұны? Тәуелсіздік алдың өзінің құны қандай болды мұны? 86 жылы біздің бауырларымыз, аға әпкелеріміз не үшін қан төкті 86 жыл, не үшін таяқ жеді Алматыда мысалы. Осы тәуелсіздік үшін, осы тіліміз үшін таяқ жеді, тіліміз үшін, осы тәуелсіздігіміз үшін жандарын берді. Бізге сол тәуелсіздік аманат, ары қарай қалай алып кетеміз, ол өзімізге байланысты. Неважно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться. Неважно, с какой скоростью ты движешься к своей цели,